Қайырлы кеш, құрметті оқушылар. Бүгін бізде тыныс алу тақырыбының екінші бөлімі. Біз кешегі сабақта өсімдіктер және жануарлардың тыныс алуына байланысты тесттер талдаған боламыз. Ал бүгін сұрақтан байқап тұрғандарыңыздай жасушалық тыныс алу, яғни молекулалық деңгейде тыныс алуды талқылайтын боламыз сұрақтарын. Олай болса, бастайық. Бірінші сұрақ. 1 моль глюкоза толық ыдырағанда бөлінетін жалпы энергия мөлшері. 1 моль глюкоза бізде ыдырауы басталады цитоплазмада, ыдырауы аяқталады митохондрияның матриксінде. Соның жалпы нәтижесінде бөлінетін энергияны сұрап тұр бізде. Жалпы энергия. Енді мына жерде кейбіреулеріміз шатасуымыз мүмкін. Не деп? 1162 деп. Бұл дұрыс емес жауап. Себебі бұлайда бөлінетін энергия бар, бірақ біз оны нақтырақ қалай айтамыз? АТФ-те сақталатын энергия деп айтамыз бұны. Яғни 38 бізде АТФ жалпы сақталатын болса, оны көбейтеміз 30-да 6-ға. Сол кезде осы нәтиже шығады. Ал бізден бірақ нені сұрап тұр? Жалпы бөлінетін энергияны сұрап тұр. Сонда бізде тағы да басқаша мән бар екен. Ол АТФ түрінде сақталатын бір энергия бар. Одан бөлек бізде жылу түрінде, яғни АТФ-те сақталмайтын энергия бар. Оны біз энтропия деп атайтын едік. Солай ғой. Так, ол бізде қанша болады? 2880 килоджоуль болады. Демек, басына сұрақты қайталайын. Глюкоза 1 моль глюкоза ыдыраған кезде жалпы бөлінетін энергия 2880 килоджоуль болады. Бірақ АТФ күйінде сақталатын бізде 38 АТФ-ті түседі, ал оның құрамында 1162 килоджоуль энергия болады. Ал тек глюколиз кезінде, яғни анаэробты ыдырау кезінде біз білеміз, естеріңізде болса, 2 АТФ түсіледі. Ал бұл әр АТФ-те сақталатын энергия мөлшері 36 килоджоуль деп есептесек, яғни глюколиз нәтижесінде бізде 61,2 килоджоуль энергия болады. Және С жауабы, оны таптыңыздар уже, әр АТФ-ымыз өзінде сақтайтын энергиясы 36 килоджоуль екен. Демек, біз 4 вариантты талдадық. Келесі сұрақ. АТФ молекуласы химиялық табиғаты бойынша жатады. Нелерге жатады? Бұл жерде мен сіздер нені түсіндіргім келіп тұр? Тупа жаттап алудың керек жоқ екендігін түсіндіргім келіп тұр. Яғни біз олардың химиялық құрылысын қарайтын болсақ, ұқсастықты байқаймыз. Немен ұқсастық? Басқа молекулалармен. Мысалы, нәруыздарға ұқсас болуы мүмкін ба? Нәруыздар нелерден тұрады? Амин қышқылдардан тұрады. Амин қышқылдар арасында пептидтік байланыстарымен құрылған амин қышқылдар болады. Бірақ АТФ молекуласының расшифровкасын қарайтын болсақ, 3 түрлі заттан тұратындығы айтылады. Аденозин трифосфат. Аденозин дегеніміз не ол? Аденозин дегеніміз ол нуклеозид. Нуклеозид дегеніміз не екендігін біз нуклеотидтерді, ДНК-ны айтқан кезде айтамыз. Нуклеозид дегеніміз, получается, бұл азотты негізбен қанттың қосындысы. Демек, мына жердегі АТФ-тегі аденозин дегеніміз бұл 2 түрлі заттан тұрады деген сөз. Ол неден? Азотты негіз аденин және қанттан тұрады. Қант ол бізде пентоза қарасақ міне, 5 көміртекті, рибоза. Рибоза ненің құрамында болады? Ол нуклеотидтердің құрамында болады. Аденин ненің құрамында болады? Бұл да нуклеотидтердің құрамында болады. Яғни, получается, уже біз білдік, АТФ ол табиғаты бойынша нуклеотидтерге жататындығы. Солай ғой? Енді ары қарай уже трифосфат дегеніміз 3 фосфор қышқылының қалдығын қосамыз міне. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Осын қосқан кезде бізде мына екеуінің қосындысы аденозин и трифосфат. Мына екінші жаққа қарайсаңыздар, нені көресіздер? Бұл жерде РНК-ның құрылысын көресіздер. РНК-ның бір нуклеотиді. Бұл да неден тұрды? Бұл да адениннен тұрды.
рибозадан тұрды және бір фосфор қышқылының қалдығынан тұрды. Ары қарай бұл енді цепочка сияқты жалғанады. Фосфор қышқылының қалдығына астынан тағы не қосылып кетеді? Рибоза қосылады, ары қарай тағы да аденин қосылады и солай по порядку кетеді. Түсінікті да? Бұл бізде нуклеотидтер. А липидтерде ше, липидтерде не болатын еді? Онда спирт болады и май қышқылдары болады. Қаныққан, қанықпаған май қышқылдары болады. Көмірсулардың құрылысы міне мынау мысал ретінде берілген. Көмірсулардың құрылысында. Яғни біреу болса моносахарид, екі дисахарид деген сияқты. АТФ-қа ұқсамайды мүлде. Олай болса кеттік. Өкпеде газ алмасу механизмі. Өкпеде газ алмасу бізде тасымалдаудың қай түріне жатады? Белсенді дейтін болсақ, дұрыс емес болады, себебі мұнда біз АТФ энергиясын қолданбаймыз. Екінші вариант диффузия десек, біздікі дұрыс болады. Диффузия өзі қалай жүретін еді? Қай газдың молекулалары көп, солар капиллярға қарай, яғни эритроциттегі гемоглобинге қарай өтеді. Яғни солар көбірек таралады. Мына жерден қарайық. Мынау біріншісі өкпелік газ алмасу. Өкпелік. Екіншісі болса, бұл ұлпалық газ алмасу. Кешегі тақырыпты еске түсіреміз, иә? Кеше осы екеуіне тоқталған болатынбыз. Өкпелік газ алмасуда не жүреді? Оттегі атмосферадан кіреді. Кірген атмосфераның құрамында 21%, яғни оттегінің мөлшері көп. Сондықтан мынау капилляр қан тамырларындағы гемоглобиндер, яғни эритроциттердегі гемоглобиндердегі көмір қышқыл газының орнына не өтеді? Оттегі өтеді. Және бұл как бы бір ауысу жүреді осы жерде. Ал бұл жердегі ауаның құрамында көмір қышқыл газы аз, сондықтан эритроциттердегі көмір қышқыл газы осы көпіршіктері, яғни альвеоллары қарай өтеді. Бұның барлығы диффузия процесі арқылы жүреді. Егер біз мысалы пештің түтінінен уланатын жағдайда көмір қышқылы көбейсе, мынау көпіршіктердің құрамындағы эритроциттерге разница жоқ. Бұл осы жерде көмір қышқылдарын сіңіріп алады. Ненің орнына? Оттегінің орнына. Сол кезде адам уланады угарный газбен. Яғни қай молекула көп, соны қосып алуға бейім. Бұны біз диффузия деп атаймыз. Солай ғой. Так, ары қарай кеттік. Осмос дегеніміз, бұл осмосты айтқан кезде біз су молекулаларының ауысуын айтамыз, иә? Оны біз тасымалдау тақырыбында талдадық. И фагоцитоз дегеніміз, бұл қатты бөлшектердің жасушаның өзіне қарай сіңіріп алуы. Ол фагоцитарлық жасушалар, көбінесе лейкоциттердің жұмысына жатады. Келесі сұрақ. АТФ-тен екінші фосфор қалдығы бөлініп шыққанда түзілетін зат. АТФ дегеніміз мынау еді жаңағыдай. Міне аденозин трифосфат. Осыдан екіншісі бөлінгенде дейді. Мына арасындағы мынау бізде макроэнергиялық байланыс, яғни энергия сақталатын байланыс деп атаймыз осыны. Біріншісі кеткен кезде, біріншісі үзілген кезде не түзіледі бізде? Ол АДФ түзіледі, міне мынау. Яғни аденозин трифосфаттың бір фосфор қышқыл қалдығы үзіліп кеткен кезде аденозин дифосфат түзіледі. Ал екіншісі үзілген кезде аденозин монофосфат түзіледі. Демек, бізде нені сұрап тұр? Екіншісін сұрап тұр. Сондықтан аденозин монофосфат деп атаймыз. Рибоза мен аденин олар ажырамайды бір-бірінен. То есть соңғысы мына жермен аяқталады. Аденозин монофосфатпен аяқталады. Яғни бір фосфор қышқылының қалдығы қалады обязательно. Кейін қайтадан энергия жинақтаған кезде, қайтадан фосфор қышқылдағы қалдықтарын қосып, аденозин трифосфатқа дейін өзгереді. Келесі сұрақ. Глюкозаның оттексіз ыдырауы жүретін орын. Глюкозаның ыдырауы бізде екі ортада жүреді, иә? Ол біріншісі цитоплазмада жүреді, екіншісі болатын болса, ол матриксте жүреді. Сол қайсында оттекті қолданады, қайсында қолданбаймыз, соған байланысты. Солай ғой.
Мына бір суретті сіздерге көрсетейін. Мына суретті көрсетсем де болады. Қарасаңыздар, мұнда нені көрсеткен? Мұнда бізде жалпы глюкозаның ыдырап, соңында АТФ-тің түзілуімен аяқталатын процесті көрсеткен. Мынау бізде жасушалықтың салу. Так, алдағы сұрақтарда бұл процесске тағы да тоқталатын боламыз. Бұған байланысты сұрақтар бар, сондықтан жалпы түсіндірмеймін. Бұл жерде нені түсіндіремін? Қай жерде оттек қолданып тұрмыз? Суретке мұқият қарасаңыздар, мына жерде оттекті қолданып тұрмыз. Міне стрелкамен көрсетемін. Қай жер бұл? Бұл ЭТТ. Электрон тасымалдаушы тізбек. Электрон тасымалдаушы тізбекте оттекті не үшін қолдандық? Ол мына надаштың құрамындағы сутекті қосып беру үшін. Ну, точнее, оттек өзіне қосып алады сутекті. Осы жерде қолдандық. Ол қай жерде болып тұр? Митохондрияның матриксінде жүріп жатыр бұл процесс. Демек, бұл жерде оттекті дейміз. Ал басқа мына гликолизде қарасақ, глюкоза пируватқа айналып жатыр. Бірақ ол кезде оттектің қолдану туралы намек бар ма даже? Жоқ. Демек, гликолизді біз анаэробты ыдырау деп атаймыз. Анаэробты ыдырау кезінде қолданылмайды глюкоза. Так. Бұл қай жерде жүреді екен жаңа процесс айтқанымыздай? Ол цитоплазмада жүреді міне. Цитоплазмада жүреді. Рибосома ядрода бұл процесстер ыдырау жүрмейді. Митохондрияның матриксінде оттекті ыдырау жүреді. Кребс циклы және электрон тасымалдаушы тізбектер орналасқан болады. Ары қарай кеттік. Гликолиз кезінде сутек акцепторы ретінде қолданылатын зат. Мына жерде қараңыздар. Гликолиз және онда сутектің акцепторы. Акцептор дегеніміз ағылшынша сөз бар ғой, акцепт деген. Ол қабылдаушы деген мағынаны береді. Өзіне байланыстырушы деген мағынаны береді. Демек, акцептор ненің акцепторы? Сутектің акцепторы. Гликолиз кезінде глюкоза бізде 6 көміртектеді. 6 көміртектеді. Бұл ыдырайды. Неге? 3 көміртекті пирожүзім қышқылына дейін ыдырайды. Осы ыдырау енді арасы біраз сатылардан тұрады, бірнеше сатылардан. Оны достықта оқыған болуларыңыз керек. Осы ыдырау сатысы кезінде сутек бөлініп шығады. Бөлініп шыққан сутекті қабылдайтын арнайы нелер болады? Никотин, амид, аденин, динуклеотиді фосфат. Ал қысқарта оны біз надаш, нат деп атаймыз, немесе надаев. Соған не қосылады? Фосфор қышқылының қалдығы, кешірім сұрайым, сутек қосылады, сутек протондары. Осыны біз не деп атаймыз? Мына сутектің акцептор деп атаймыз. Кімді? Натты. Түсінікті ма? Сондықтан жауап Б болады. Бірақ сіздерде сұрақ туындайды. Фат та акцепторға жатады ғой. Не үшін біз оны белгілемедік деген сұрақ. Оның жауабы фат гликолиз кезінде қатыспайды. Фат қай кезде болады? Бұл Кребс циклында болады. Кребс. Кребс циклында да ары қарай мұнда қабылданған пирожүзім қышқылы ары қарай Кребс циклына қатысатын еді. Кребс циклына қатысады. Ол кезде ацетил-КОА болып кіреді. И сол жерде жалпы былай цикл айналады. Нәтижесінде онда да сутектерді ары қарай өзіне қабылдап алатын екі түрлі акцептор болады. Ол бізде біріншісі нат, екіншісі фат. Демек, фат бізде осы жерде жұмыс жасайды. Сондықтан гликолиз кезінде біз фатты белгілей алмаймыз. Ал оттекші? Оттекте бізде акцепторға жатады ғой. Бірақ бұл ЭТТ, яғни Кребс циклынан да кейін ары қарай бізде электрон тасымалдаушы тізбек бар. Осы жерде оттек сутекті қабылдап, соңында суды түседі.
Бұндай сұрақтар бар. Сондықтан қазір мынаны қарап тұрған кезде жақсылап ұғып алыңыздар. Алда осыған байланысты сұрақтар да бар. Кеттік. ПЖК, яғни пирожүзім қышқылы митохондрияға өткенде айналатын зат. ПЖК митохондрияға прямой өзі кіре алмайды. Оның қолын біреу жетектеп кіру керек. Ол кім деген сұрақ туындайды. Оның аты кофермент А. Кофермент А. Кофермент А пирожүзім қышқылын, яғни пирожүзім қышқыл бізде 3 көміртекті еді. Ол неге айналады? 2 көміртекті ацетил тобына айналады. Осы кезде бізде бір көмірқышқыл газы шығып кетеді. То есть былай ғой. 3 көміртекті еді. Бұның мына бір көміртегі бөлінеді. Көмірқышқыл газы ретінде бөлініп шығып кетеді. Алған 2 көміртегі, бұл енді бізде ацетил тобы кіммен қосылады? Кофермент А-мен қосылады. Сонымен ацетил кофермент А түзіледі. Бұл ары қарай қайда кетеді? Бұл Кребс циклына кетеді. Кребс цикл осы жерден басталады. Демек, митохондрияға өткен кезде ацетил кофермент А болады, айналады. Яғни бұл Кребс циклы кезінде ацетил тобын тастайды да кофермент А қайтадан кетеді. Так, басқаларын көрейік. Сүт қышқылы. Сүт қышқылы бұл қай кезде түзіледі? Бұл анаэробты. Анаэробты тыныс алуда. Мысалы, біз бірден қатты нагрузкамен жүгіріп, немесе қандай да спорттық ойын ойнап кетсек, бұлшеттерімізде сүт қышқыл түзіледі. Не үшін еді? Себебі сол уақытта бізде оттек жетпей қалды. Даже миоглобинде, гемоглобинде оттек жетпеді. Сондықтан глюкозамыз анаэробты ыдырады. Нәтижесінде сүт қышқылы түзіледі. То есть митохондрияға уже бұл жетпейді деген сөз ары қарай. Глюкоза бұл әлі ыдырамаған күйі. Лимон қышқылы дегеніміз именно мына Кребс циклында жүретін процесс. Бұл өткен кезде емес, уже Кребс цикл басталған кезде лимон қышқылы. Так, кеттік. 28-ші сұрақ. АТФ синтетаза орналасқан жер. АТФ синтетаза бұл бізде фермент. Не істейді? Синтездейді. Синтездейді. Нені? АТФ-ті синтездейді. АТФ-ті синтездейтін бұл фермент мұнда орналасқан. Мынау бізде митохондрия. Митохондрияның ішіне тараққа ұқсайтын пішін тараққа ұқсайтын не бар? Ішкі қатпарлы қабығы бар. Екінші мембрана, ішкі мембранасы. Кристаллар деп атаймыз, иә? И оның іші толған несі? Сұйықтық матрикс бар. Осы қай жерде электрон тасымалдаушы тізбек орналасады, сол жерде АТФ синтетаза орналасқан. Ол орналасқан жерлер ішкі мембрананың бойында орналасқан. Ішкі мембрана бойында. Демек, мұнда электрон тасымалдаушы тізбек бірінен біріне электрондарды өткізеді. Сол арқылы алда тағы да айтамыз. Сутекті ішке қарай тарту керек. Точнее, сыртқа қарай. И осының ең соңында болып, мына бір тізбектің ең соңында АТФ синтетаза орналасқан болады. Бірақ ойламаңыздар, мынаның бойында бірнеше ғана АТФ синтетаза бар екен деп. Жоқ, мұнда 100 мыңдаған, миллиондаған АТФ синтетаза орналасқан болады. Өте көп. Бұның барлығы, демек, мен қай жерді көрсетіп тұрмын? Митохондрияның ішкі мембранасын көрсетіп тұрмын. Мембрана аралық кеңістік дейді. Бұл мына кеңістік. Бұл кеңістіктің ерекшелігі мұнда сутек протондары, яғни плюс зарядталған протондар өте көп болады мембраналық кеңістікте. Ал матриксте ше? Матриксте мұнда бізде рибосомалар, сақиналы ДНК-лар орналасқан болады. Және Кребс циклда осында жүреді. Сыртқы мембрана мына ең сыртқы қабаты. Бұның да өзіндік ерекшеліктері бар. Митохондрияның сыртқы мембранасына болатын маркер фермент. Маркер фермент дегеніміз басқа, мысалы, бұлдың жұмысы өзін таныту. Яғни маркердің қызметі сыртында орналасқан болып, басқа молекулалар, яғни ойлаңыздар, жасушаның ішіндегі лизосомалар митохондрияны жеп қоймау керек. Немесе жасушаның сыртында да маркер ферменттер бар. Басқа жасушалар, біздің иммундық жасушаларымыз
өз жасушаларымызға атака жасамау керек. Сондықтан әр жасушаның сыртында маркерлері болады. Яғни мен свой. Немесе егер ондай маркер жоқ болса, ол танымайтын. Демек, ол чужой деген сөз. Тура осындай маркер ферменттері бар. Оның аты бізде қайсы болады? АТФ синтетаза емес. Бұл қай жерде еді? Бұл ішкі мембранада еді. Бізде сыртқысы сұрап тұр. Каталаза, амилаза емес. Каталазаның қызметі не еді? Сутек пероксидін бұл ыдырату еді. Бұл қай жерде орналасқан? Бұл лизосомаларда орналасқан еді. Амилаза болатын болса, бұл көмірсуларды ыдырататын сілекейдің құрамында кездесетін фермент. Соңғысы қалды, және ол дұрыс жауап моноаминооксидаза. Бұл триптофанның ыдырауын қадағалайды. Триптофанды катализ дейді. Триптофан. Және бұл моноаминооксидаза қай жерде орналасқан болады? Амин деп тұр ғой өзі атыда. Не істейді? Бұл мынау амин топтарын, амин қышқылдарын ыдырататын. Демек, бұл қай жерде орналасқан? Сыртқы мембранада орналасқан. Сыртқы мембранада бұдан басқа нені айтатын едік біз? Порин. Пориндерді айтатын едік, яғни ол поралық нәруыздар. Молекулаларды, яғни өз порасына сыйған молекуланың барлығын ішке қарай өткізе алатын фермент еді. Нәруыз еді. Келесі. Электрон тасымалдау тізбегіндегі электрондардың соңғы акцепторы. Охо. Жаңа 5-6 сұрақ бұрын мен бұл туралы айтып кеттім. Давайте оған қайтайық біз. Жаңа көрсеткен суретіме қайтайық. Міне. Қараңыздар. Бізде мұнда бірінші глюкоза пируватқа айналған кезде мұнда сутектің акцепторы не болды? Сутектің акцепторы ол бізде надаш болды. Кребс циклында сутектің акцепторы не болды? Яғни сутекті өзіне қабылдап алушы. Ол NADH пен фат болды. Енді тыныс алудың соңғы кезеңі бар. То есть кезеңге бөліп қойсақ, мына бізде біріншісі, екінші кезең және үшінші кезең. Соңғы кезеңде осы сутектерді өзімен байланыстырып алатын кім еді мына жерде? Оттегі еді. Нәтижесінде не түзілетін еді? Су түзілетін еді. Түсінікті? Демек, бізде сутектің соңғы акцепторы ол не болады? Ол су болады. То есть оттегі болады. Міне, соңғы акцепторы ол жауап оттек. Көмір қышқыл газы емес. Соңғы акцептор над емес. Над ол бірінші және екінші кезеңде еді. Кребста және анаэробта. Так, этот бойымен бір молекула глюкоза ыдырағанда тыныс алу тізбегіндегі беретін АТФ мөлшері. Охо, естеріңізде болса, бірінші талдаған бүгінгі сұрағымыз бізден нені сұрап еді? 1 моль глюкоза ыдырағанда жалпы бөлінетін энергияны сұрап еді. Ал мына жерде нені сұрап тұр? Тек АТФ-те сақталатын энергияны сұрап тұр. Точнее, АТФ-тің мөлшері. Енді мына суретке қарайық. Бұл суретті нені қараймыз? Бізде этатын сұрап тұр ғой. Сондықтан біз этатқа қараймыз. Ол мынау. Этаты дегеніміз мына жер. Былайына белейін, міне. Не істеп тұр? NADH нені алып келді? Сутек протондармен бірге мұнда не сақталған еді? Энергия сақталған еді. Электрондар энергиясы. Міне. Электрондар міне. 2 электронды берді. Электрон тасымалдаушы тізбекке. Осы аралықта өткен кезде не болды? Сутек протондар сыртқа шығарылды. Мембраналық аралық кеңістікке. И нәтижесінде 200 милливольт зарядтар айырмашылығына жеткен кезде АТФ синтетаза жұмысын бастайды. Айналып. Сол кезде АДФ-қа фосфор қышқылының қалдығы қосылып, АТФ синтезделеді. Енді бізден сұрап тұрғаны мынау. Бірінші гликолизда емес, екінші Кребс циклында емес, дәл үшінші электрон тасымалдаушы тізбектің өзінде ғана неше АТФ синтезделеді. Біз білеміз, бір
моль глюкоза ыдыраған кезде жалпы бөлінетін энергия ол 38 АТФ. Бұл 38 АТФ-тің 2 АТФ-і ол гликолиз кезінде түзіледі. Нақтырақ айтсақ, гликолиз кезінде 4 АТФ түзіледі, бірақ оның екеуі жұмсалады. Сондықтан бізде таза пайдамыз 2 АТФ болады. Кребс циклында да қандай? Бір айналымда біреу, екі айналымда екеу. Сондықтан мұнда 2 АТФ түзіледі. Біз айттық 38 общий түзілетін дедік. 1 мен 2-де 2-2-ден 4 болатын болса, 38-ден 4 алатын болсақ, мұнда 34 АТФ түзіледі екен. Демек, электрон тасымалдаушы тізбекте кезінде 34 АТФ түзіледі. Яғни басқа жауаптарды да уже талдадық деп түсінемін, 4 АТФ деп қай кезде айтамыз біз? Чисто глюколизде пайда болған АТФ саны. Бірақ біз глюколизде 2 АТФ жұмсаған едік, сондықтан 2 АТФ-ті біз мына жерден минусовать етіп тастаймыз. Ал 2 АТФ деп қайсыны айтамыз? Глюколиз бен Кребс циклында айтамыз. 38 АТФ деп біз жалпы мына үшеуінің қосындысын айтамыз. Ол кезде 38 АТФ болады. Бір молекула глюкоза ыдыраған кезде. Хорошо. Кребс циклы жүретін митохондрия бөлігі. Оны 1040 рет айтып қойды, уже, міне, қараңыздар. Мына митохондрия. Сыртта цитоплазмада бізде гликолиз процесс жүрді. Одан кейін міне ішкі мембранасы, оның ішінде не бар? Матриксы бар. Матриксіне міне Кребс циклы жүріп жатыр. Бізден соны сұрапты. Кребс циклы қай жерінде жүреді? Ол матрикста жүреді. Кристалларда электрон тасымалдаушы тізбек орналасқан болады. Кристалларда, яғни ішкі мембрананың бойында. Мембраналық кеңістіктің ерекшелігі не деді жаңа? Сутек протондары мұнда көп дедік. Сыртқы мембрананың ерекшелігі не еді? Ол заттарды көп өткізетін еді ішке қарай. Онда моноаминоксидаза бар, париндер бар еді. Кеттік. Кребс циклінде түзілетін ең маңызды энергияға бай молекула. Қашан? Кребс циклында. Кребс циклында ПЖ-ға түзіле ма? Жоқ, бұл гликолиз кезінде түзіледі, гликолиз кезінде түседі. Сүт қышқылы ше? Сүт қышқылы бұл сүт қышқылы бактериялардың ыдыратуы немесе бізде анаэробты ыдырау кезінде. Анаэробты. Мына жерде қараңыздар. Мынанда анаэробты дедік қой. Анаэробты ыдырау кезінде егер ары қарай ыдырамайтын болса, пируват емес, ол не түзіледі? Сүт қышқылы түзіледі мына жақтан. Ары қарай над мұнан дұрыс жауап деп аламыз. Өйткені міне над аш тұр. Бірақ сіздер айтуларыңыз мүмкін, жаңа ғана айтып едіңіз ғой. Кребс циклында сутекті тасымалдайтын, яғни энергияны тасымалдаушы екі зат бар. Оның біреуі над, екіншісі фат деп айтып едіңіз ғой десеңіздер, айтайын. Надтың энергия сыйымдылығы жоғары болады фатқа қарағанда. Оны мына жерден байқап қараңыздар. Над электрон тасымалдаушы тізбекте мына нәруыздардың біріншісіне келіп қосылды, міне, біріншісіне келді мына жерге. Ал фат болатын болса, екіншісінен бастап қосылды. Сондықтан бұның нәтижесінде түзілетін энергияда, фаттың нәтижесінде түзілген энергияда АТФ энергиясы ол төменірек болады, чем над ашқа қараған кезде. Глюкоза бұл крепсікіне ешқандай түсілмейді. Ары қарай. Митохондрия мембраналық кеңістікке жинақталатын иондар. Митохондрия мембрана аралық кеңістігінде жинақталатын иондар. Міне мембрана аралық кеңістік, мұнда оранжевыймен белгілеп қойған, және онда жинақталып тұрған иондар. Міне иондар. Бұны біз бүгінгі тест талдауымызда бірнеше рет қайталадық. Бұл бізде сутек иондар. Сутек иондар не үшін керек? Мынау АТФ синтетаза дегеніміз, мынау ең кішкентай мотор. Яғни желмен генератор деп түсінейікші. Мысалы, жел арқылы алынатын не бар? Бізде генераторлар бар. Су арқылы алынатын генераторлар бар. Жылу арқылы алатын, мысалы, көмір жағу арқылы алынатын генераторлар бар. Ал мынау не істейді?
сутек протондары арқылы айналатын мынау бізде АТФ синтетаза. Бұл да бір генератор. Ортадан сутек протондары өткен кезде бұл айналады, нәтижесінде АДФ-қа бір фосфор қышқылын қосып, АТФ-ке айналдырады екен. Бірақ шатастырмаймыз. АТФ синтетаза мен АТФ синтаза бір нәрсе емес. АТФ синтетаза бұл АТФ-ті не істейді? Синтез дейді мынау. То есть АТФ-ті жасайды. Мынау, жазып қояйық, АТФ жасайды. Ал АТФ синтаза болатын болса, бұл АТФ-ті ыдыратады. Гидролизі, ыдыратады. То есть біз жұмыс үшін, әртүрлі жұмыс үшін АТФ-ті қолданамыз ба? Иә. Сол АТФ-тің құрамындағы энергияны бізге бөліп беретін осы АТФ синтаза болады. Екі түрлі нәрсе. Так, келесі сұрақ. Процестер мен олардың сипаттамаларын сәйкестендіріңіз. Өте оңай сұрақ, иә? Анаболизм мен катаболизм. Анаболизм дегеніміз не еді? Қарапайым заттан күрделі заттың түзілуі. Яғни бізде бұлшық ет нәруыздары түзілуі, иә? Амин қышқылдарының нәруыз түзілді, бұлшық етіміз өсті. Ол бізде анаболизм. Демек, ол не болады? Заттардың синтезделуі бір д-ға қарай кетеді. Катаболизм тура осының наобороты. Күрделі заттарды ыдырату арқылы энергия алуымыз. Оны біз катаболизм деп атаймыз, немесе диссимиляция деп атаймыз, немесе энергетикалық алмасу деп атаймыз. Энергия бөлінеді, заттар ыдырайды. Екі вариант нерабочий. Кезеңдермен түзілетін АТФ санын сәйкестендіріңіз. Окей. Гликолизді біз сіздермен айттық, уже білесіздер. Гликолиз нәтижесінде қанша АТФ түзілетін еді? 2 АТФ түзіледі. Тыныс алу тізбегінде неше АТФ түзіледі? 38 АТФ түзіледі. Жалпы 1 моль глюкоза ыдыраған кезде түзіледі 38. Мынанда бір жауапқа сәйкестендірек. Кребстің бір айналымы кезінде 1 АТФ түзіледі. Аэробты тыныс алудың соңғы өнімдері. Аэробты тыныс алу дегеніміз мынау. Міне. Аэробты тыныс алу. Соңғы өнімдер не болады? Яғни біз мына пируват деп айтайық, мына пируват ішке кірген кезде оның құрамында көміртектері болды. Ондағы энергияны алдық, енді бірақ көміртекті бөліп жіберу керек қой, қайтадан сыртқа, іште алып қалмаймыз ғой. Сондықтан бұл көміртектерді біз көмір қышқыл газы ретінде бөлдік кетті. Демек, бөлінетін зат біріншісі көмір қышқыл газы. Одан кейін бұның құрамындағы мұнда сутектер болды, міне ортада сутектер тұр. Бұлар қайда кетеді? Бұлар оттекпен қосылып су түзеді. Демек, екіншісі түзілетін нәрсе ол су болады. Үшіншісі, бұлардың арасына байланыстарда жасырынған энергияның барлығын біз алдық. Не түрінде алдық оны? АТФ түрінде алдық. Сондықтан осы үш жауап кетеді. Митохондрия матриксінде болатын құрылымдар. Матрикс дегеніміз мынаның ішкі сұйықтығы еді. Кристаллның ішкі мұндағы сұйықтығы еді. Мұнда нелер болады? Мұнда өзіне тән сақиналы ДНК-сы болады. Осы ДНК-ны оқитын рибосомалары болады. Ал бұны оқуға бізге қажет не болады? Әртүрлі ферменттер болады. ДНК-ны екі еселеуін қарапайым еске түсіріңіздер. Немесе ДНК-дан РНК-ның синтезделіп, одан нәруыздардың синтездерін еске түсіріңіздер. Оның барлығында ферменттер жұмыс істейді. Демек, осы үш нәрсе бізде болады. Парин дегеніміз бұл сыртқы мембранада болады. Моноамин оксидазы сыртқы мембранада болады. Кристалл ішкі мембрананың жалпы атауы. Гликолиз нәтижесінде түзілетін заттар. Міне гликолиз, глюкоза еді, пируватқа дейін айналды. Мұнда көрсетпеу мүмкін, бірақ сіздер догадайтесь. ПЖ-қа түзілді. Қанша ПЖ-қа түзіледі пируват? 2. Демек, 2 болады. 36 АТФ түзіле ма? Жоқ. 36 АТФ түзілмейді. 36 АТФ бұл мына Кребс циклы мен ЭТТ-ның арқасында екеуін қосқан кезде 36 АТФ түзіледі. 2 молекула АТФ түзіле ма? Иә.
Бұл туралы да сөйлестік. 4 АТФ түзіледі, бірақ екеуі жұмсалғандықтан таза екеуі пайда болады. 2 надаж 2 түзіледі. Я мұнда көрсетпеген, бірақ мұнда бізде нелерді сутек протондарын сутекті өзіне байланыстырып алатын не болады? Над болады. Ол надажға айналады. Демек, бұл да жауап болды. 6 молекула көмірқышқыл газы түзіледі дейді. Жоқ, ол 6 молекула мына көмірқышқыл газы бұл қашан түзіледі? Кребс циклының соңында түзіледі. Не үшін 6 молекула? Себебі глюкоза бізде 6 молекулалы. Мұнда 6 көміртек бар. Міне 6 көміртек бар. Осының барлығы ары қарай көмірқышқыл газы ретінде шығып кетеді. Сондықтан 6 молекула деп атаймыз. Лимон қышқылы бізде кребс циклінің айналымы кезінде түзіледі. Соңғы сұрақ. АТФ энергиясын не нәрсеге жұмсаймыз? Бағанадан бері қақсап жатырмық. АТФ. Жалпы не үшін керек? Сіз, мен қазір айтып тұрған не үшін керек деген сұрақтың өзі, яғни осыны мен қимыл қозғалыс, яғни дыбыс сіңірлері, бұлшық еттер, ойлану, ми, бүкіл осы процеске не үшін деген сұрақты айтуымның өзін бүкілі осы энергия, АТФ энергиясын жұмсадым. Ол біріншісі заттар синтездеу, менде қазір ауыз қуысымда сілекей постоянно бөлініп жатыр. Демек, бізде сілекейді синтездейтін жалпы жұмыс орындалады. Бұған АТФ энергиясы керек. Қозғалып жатырмын, не үшін деп. Оның барлығы бұлшеттердің қозғалысы. Бұған энергия керек. Және бұл процестердің барлығы тілінен әртүрлі әріп дыбыстардың шығуы, ол тікелей мимен байланысты. Ми, получается, биоэлектрик импульстерді постоянно тудырып, нейрондар арқылы бізде осы ауыз қуысымдағы бұлшеттерге, бет бұлшеттеріме жеткізіп беріп жатыр. Соның нәтижесінде олар жиырылып жатыр. Импульс келгендіктен. Демек, бұның барлығы бізде биоэлектрик импульстер болады. Осы жағдайлардың және көптеген тірі ағзаның тірі екендігін білдіретін бүкіл процеске АТФ энергиясын қолданамыз. Пассивті тасымалдау, судың ыдырауы, оныған қолданбаймыз. Мына фотосинтез судың ыдырауы, бұл бізде фотолиз болатын еді. Судың ыдырауы ненің нәтижесінде болады? Бұл жарықтың әсерінен болады. Сондықтан аты да итак судың ыдырауы фотолиз деп тұрады. Яғни жарық арқасында ыдырауы. Диффузия мен пассив тасымалдау бұл өлі материяда да бола беретін процестер. Осымен біздің бүгінгі сұрақ талдауымыз аяқталды. Барлығыңызға рахмет. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін. Сау болыңыздар.